Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен біздің бүгінгі талқылайтын дәрісіміздің тақырыбы екі бағыттағы қосарланған иммунды диффузия реакциясы. Аухтер-Лони преципитациялық реакциясы деп аталынады. Бұл реакцияның екінші атауы гельдегі преципитациялық реакция деп атасақ та болады. Реакцияның мақсаты антигенді немесе антиденені идентификациялауға негізделген. Біздің жағдайымызда дифтерия токсинінің токсигенді штамға жататындығын анықтау. Токсигенділік қабілеттілігін анықтау. Ол үшін реакцияға қажетті компоненттер 1% агар құйылып қатырылған петри табақшасы. Петри табақшасының бетіне дифтерия токсиніне қарсы сарысу сіңіртілген сорғыш қағазды жапсырамыз. Одан кейін табақшаның жиектеріне, агардың бетіне шұңқыршалар жасап, шұңқыршалардың ара қашықтықтары 10 мм-ден кем болмау керек. Шұңқыршалардың ішіне дифтерия штамдарын, яғни біз зерттеп отырған науқастардың таза дақылдарын сүйіп шығамыз. Бір дақыл бұл бақылау дақылы болып табылады. 37 градус Цельсий температураға 24 сағатқа инкубациялаймыз. Инкубация нәтижесін бақылаймыз. 24 сағаттан кейін нәтижені бақылаған кезде біздің көретініміз, яғни егер 37 градус Цельсий температурада 24 сағаттың ішінде антитоксиндік сарысу сіңіртілген сорғыш қағаздағы сұйықтықпенен микробтың дақылдары себілген ұяшықтардағы микроб екеуі де радиалды бағытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта агарға сіңе бастайды. Сіңгеннен кейін, егер микроб штамы токсин түсетін болса, антитоксиндік сарысу екеуі қосылған жерде беттесіп преципитациялық мұрша пайда болады. Яғни беттескен жерде антитоксиндік сарысу микробтың түзіп тұрған токсинін бейтараптау реакциясы жүзеге асады. Қалған сіздер көріп отырған 5 ұяшықта, біреуі бақылау дедік, 5 ұяшықта мұршалар жоқ, өйткені бұл микроб дақылдары токсин түзбейді. Токсин түзбегендіктен антитоксиндік сарысудағы антиденемен екеуі сәйкес келмейді. Сәйкес келмегендіктен преципитациялық жолақ пайда болмайды. Қалай қорытындылаймыз? Преципитациялық жолақтары бар ұяшықтардағы микроб дақылдары, штамдар, токсигенді штамдарға жатады. Яғни, екі дақыл оң нәтижелі токсигенді штамға жатады. Мұртшалары жоқ микроб дақылдары токсигенді штамдарға жатпайды. Реакция нәтижесі теріс. Бақылауда реакция теріс болады. Реакцияның нәтижесін осылай деп қорытындылайсыздар. Назарларыңызға рахмет.